Баршаңызға сәлем. Дәмі ерекше дәмді болып шығатын ашлян-фу салатын дайындаймыз. Маралмен бірге болып видеоның соңына шейін көріңіздер. Ең алдымен сиырдың жұмсақ етін соломка етіп тураймыз. Туралған етімізге қара бұрыш, қызыл паприка, тұз, сарымсақ саламыз. Және соңынан соя құйып, барлығын араластырып маринад жасаймыз. Осы дайындаған маринадымызды жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Бұл салатқа бізге ашлян-фу қамыры қажет болады. Мен осындай түрін пайдаландым. Қайнап тұрған суымызға бір кіші қасық тұзымызды салып, ашлян-фу қамырымызды салып, шамамен 10-12 минут дайын болғанша пісіріп аламыз. Дайын болған ашлян-фу қамырымызды міндетті түрде сүзіп алып, салқын сумен шаямыз. Сол кезде арасы бірігіп қалмайды. Тәтті болгар бұрышын соломка етіп тураймыз. Қиярымыздың екі шетін алып тастап, ортасынан бөліп, осылай жіңішкелеп тураймыз. Қызанағымыздың ортасынан бөліп, қатты жерін алып тастаймыз және оны да соломка етіп турап шығамыз. Қызып тұрған майымызға маринадталған етімізді салып, суы тартылып кеткенше жақсылап қуырамыз. Қызып тұрған тапамызға аздап май құйып, корей теркасынан өткізілген сәбізімізді осылай 1 минут қуырып аламыз. Сонан соң үстінен болгар бұрышын салып, оны да 1 минут қуырамыз. Етіміздің үстінен қуырылған көкөністерімізді саламыз. Және қиярымыз бен қызанағымызды салып, араластырамыз. Дайын болған ашлян-фу қамырымыздың үстінен салатымызды саламыз. Сонан соң үккіштен өткізілген сарымсағымызды қосамыз. Соядан құямыз. Және осыны чим-чим приправасынан дәміне қарап қосамыз. Аздап тұздан салсаңыздар болады. Барлығын қолымызбен жоғарыдан төмен қарай араластырамыз. Жаңа видеоны жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Біздің өте дәмді әрі тойымды ашлян-фу салатымыз дайын болды. Дәмділігін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, сол себепті дайындап көріңіздер.